Барлығыңызға ассалаумалейкум. 5-ші сабақтың 2-ші бөлімі оқу. Рид иқра. Бастайық. Айна байтул мударрис хуа баид. Мұғалімнің үйі қайда деп тұр. This is a far. Ол алыс. Баид деген алыс, я? Келесі. Әл-Құрану китабуллах. Құран Алланың кітабы. Китап Алла. Түсінікті бұл. Келесі. Әл-Карбату байтуллах. Қағба Алланың үйі. Бәйту деген үй Алланың үйі. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Мұхаммадун саллаллаху алейхи уассалям расулуллах. Мұхаммад, бұл жерде Алланың игілігімен сәлем болсын. Расул деген елші. Алланың елшісі. Мұхаммед Алланың елшісі. Қараңыздар, енді салауатты қараңыздар. Саллаллаху алейхи уассалям. Уассалям емес, уассалям. Екі лы бірсі болады. Келесі. Хараджа әл-мударрису мин ғурфатил мудир. Хараджа деген бір жерден шығу. Яғни, мударрис, мұғалім, шықты қайдан? Директордың бөлмесіне. Ғурфа деген бөлме, мудир деген директор. Келесі. Хаза бәйту хамидин, уазалика бәйту халид. Хаза деген бұл, бәйту деген үй, бұл хамидтің үйі, уазалика және анау деп алшерді көрсетіп тұр. Анау, халидтің үйі. Келесі. Ибну аммари толиб, уабну ясирин тәжир. Ибну деген ұлы. Омардың ұлы Толиб деген оқушы. Омардың ұлы оқушы. Және Ясирдің ұлы Тәжир деген бізде саудагер. Келесі. Бәйтул мударриси бәғид уә бәйтут тәжири қариб. Жаңадан антонимдердің астын сызып қойайық. Қараңыздар. Бәйтул мударриси бәғид. Басынан сайық. Мына бәйтул мударриси бәғид уә бәйтут тәжири қариб. Екеуі бір-біріне антоним. Қариб деген бізде жақын деген сөз, ал бәғид деген алыс деген сөз. Жас қойыңыздар, я? Сонда мударрис мұғалімнің үйі алыс және тәжир деген саудагер. Саудагердің үйі жақын. Келесі. Хаза мифтаху сайяра. Бұл машинаның кілті. Жаңадан сөзді сызып қойық. Мифтах кілт, сайяра деген машина. Жазып қойын. Кар. Ағылшыншалап. Кар. Мифтах деген кілт. Келесі. Айна мифтахул бәйт. Яғни мифтах кілт, үйдің кілті қайда деп сұрақ қойып тұр. Мән әнта я уәләді. Сен кімсің? О, бала деп тұр. Who are you, о бой? Әна бну Аббас. Мен Аббастың ұлымын деп тұр. Келесі. Уә бну мән хуа. Және сен кімнің? Және бұл кімнің баласы деп тұр. Хуа деген ол деп айтылады ғой. Әнта десе тікелей саған қояды. Хуа десе үшінші адамға қояды. Яғни he, she дейді ғой. Сондықтан мынау кімнің баласы? Хуа бну Халид. Бұл Халидтің баласы. Әбну деген бізде ұлы деген сөз. Келесі. Айна масджиду расулуллах саллаллаху алейхи уассалям. Яғни масджид мешіт. Алланың елшісінің мешіті қайда? Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Хуа фил мадинатил мунауара. Ол Мадина Мунауарада. Яғни it is in the Madina деп тұр. Келесі. Бинту Хамидин фил мадраса уа бинту Мухаммадин фил джамиа. Бинт деген қызы. Жаңа әбну деген ұлы еді ғой. Бинту деген қызы. Мына Хадиджа бинт деп тұрады. Бинт Хамидтің қызы. Мадраса мектепте. Және Мұхаммадтың қызы Джамия деген университет. Университетте. Жаңа сөз. Джамия университет. Және де мадраса мектеп. Жас қойыңыздар. Келесі. Исмул
مدرسي سعيد واسم المهندس خالد. مدرس мұғалімнің, исму деген есімі, мұғалімнің есімі Сағид және мұхандисен инженер, инженердің есімі Халид. Келесі, амму толиби ғани. Амму деген бізде дядя деген сөз. Толиб деген оқушы, оқушының дядясы. Ғани деген бай деп тұр. Ғани деген бай. Келесі, бәбул мәсджиди мафтух. Бәбу деген есік, мәсджид мешіт, мафтух деген ашық. Яғни мешіттің есігі ашық. Уә бәбул мәдрасати мұғляқ. Және мәдраса деген мектеп, мектептің есігі жабық деп тұр. Келесі, Халю Хамидин фақир. Халю деген тоже дядя, бірақ бұл жерде папасы жағынан немесе мамасы жағынан деген сияқты аударма болады, оны алдау өтетін боламыз, иә. Яғни Хамидтің дядясы кедей деп тұр. Фақир деген кедей. Келесі, Сайярату Аббаси фишшарих. Сайяра деген машина, Аббастың машинасы, шарих деген көшеде. Аббастың машинасы көшеде. Келесі, Ибну мән әнті. Сен кімнің баласысың? Жаңа хуа, хия десе, ол кімнің баласы, ол кімнің қызы деген еді ғой, иә? Ал әнті деген тікелей сен деп адамның өзіне қойып тұр. Сен кімнің баласысың деп тұр. Әна бінул мударрис. Мен мұғалімнің баласымын деп тұр. Айнал кәлп. Кәлп деген ит. Ит қайда дейді? Хуа тахта сайяра. Тахта деген алдың сабақта өттік, астында, иә. Ол машинаның астында, картинада көрсетіп тұрғандай. Енді қараңыздар, сөздерді қоюымыз қажет. Бұл жерде аудармасын жазамын, айтамын, сосын барып қандай сөз қойылатынын айтамын. Сіздер жоғарыдан сол сөзді қойыңыздар, жарай ма? Әпсе мына жерде жазу ыңғайсыздау. Келесі, бастайық. Әл-бәйти мұғляқ. Бәйт үй, мұғляқ деген жабық. Сонда үйдің несі жабық? Есігі жабық болады. Есік деген бәбі. Сонда бәбу әл-бәйти мұғляқ. Келесі, Мұхаммадун саллаллаху алейхи уассалям расул Аллах деген сөзді қоясыздар. Келесі, әл-Құрану китабу Аллах. Құран Алланың кітабы. Келесі, әна әл-мударрис. Бұл мұғалім. Сонда бұл мұғалімнің үйі болу керек, иә? Үй деген бәйт. Әна бәйту әл-мударрис. Келесі, әл-бәйту болмайды. Өткен яқта әл тұр. Әна бәйту әл-мударрис. Келесі, бәбу мафтух. Бәбу деген есік, мафтух деген бізде ашық. Ненің есігі ашық болуы мүмкін? Мешіттің. Мысалы, бәбу мәсджиду, немесе мәсджиду мафтух. Яғни мешіттің есігі ашық болады. Енді әйна әс-сайяра. Қайда машина деп тұр. Сонда машинаның кілті. Кілт дегеннің арабшасы қандай еді? Алдыңғы сабақтарда өттік. Максур болады. Әйна максуру әс-сайяра. Машинаның кілті қайда болады? Сосын барып әт-тобиби бәғид. Тобиб деген бізде доктор. Алыс деп тұр. Сонда доктордың үйі болады. Бәйту әт-тобиби бәғид. Енді Хадиджату Хамид. Хадиджа Хамид. Яғни Хадиджа Хамидтің қызы болу керек. Хадиджату бинту Хамид болады. Келесі. Әт-толиби максур. Оқушының сынып қалған. Қаламың сынып қалған немесе ручкасы. Қаламу әт-толиби максур болады. Енді хараджа әл-мударрису мин әл-мудир. Хараджа кетті, мұғалім. Қайдан? Мудир деген директор. Директордың бөлмесінен кетті. Сонда хараджа әл-мударрису мин ғурфа ту әл-мудир болады. Келесі, мына жерде correct the following phrases дейді. Әл-қаламу толиби. Бұл жерде дұрыстаңдар дейді.
әл-қаламу болмайды. Қаламу әт-толиби болады. Келесі бинту хамидун болып тұр. Бинту хамидин болады. Адам есімдеріне ин қосылады ғой, иә. Келесі исму әл-уәләді. Бұл жерде исму әл-уәләди болады. Келесі бәбун әс-сайярати. Бұл жерде бәбу болады. Ун емес у. Әс-сайярати. Келесі әр-расулуллах. Әр емес расулдың өзі болады. Расулуллах. Келесі ибнул мударриси. Ибну әл-мударриси болады. Әл-мударрисин болып тұр ғой, мударриси болады. Келесі қараңыздар, кітап, ручка, кілт және сағат тұр. Бізге мысал ретінде кітапты көрсеткен. Китабу мән хаза, мынау кімнің кітабы деп тұр. Тура осылай, мынау кімнің қаламы, кімнің кілті, кімнің сағаты деуіміз керек. Китабу мән хаза, қаламу мән хаза, максуру. Максур ғой кілттігіне. Максуру мән хаза, сағату мән хазихи. Қараңыздар, мән хазихи дедік. Өткені бұл женский род сағат деген. Алардың бәрі мужской род. Келесі жаттығу оқып аударамыз. Бұл жерде исму дегенге қатысты. Исму әл-уәләди Мухаммадун уәсмул бинти Зайнаб. Исму әл-уәләди, яғни баланың есімі Мухаммад, және де бинт деген қызы, қыздың есімі Зейнеп. Келесі исму әл-мударриси Хамид мәсмул мудир. Мұғалімнің есімі Хамид. А как насчет деген сөз ғой, мудир деген директордың есімі кім деп тұр. Келесі ибну халиди фил мадрасати вәбну хамиди фил джамиа. Ибну деген біреудің ұлы. Халидтің ұлы мектепте оқиды, және Хамидтің ұлы университетте оқиды. Джамиа де университетте. Келесі ибнуль мударриси фил фасл. Мұғалімнің ұлы класста. Айна бнуль мудир. Директордың ұлы қайда? Жаңа сөздермен танысайық. Расулуллах, елші. Әл-ам, бұл жерде бізде патернал анкл, яғни папасы жағының дядясы. Стрит, әш-шарих, зекарба, қағба. Maternal uncle, яғни мамасы жағынан дядясы. Әл-хал. Closed, яғни жабық деген мұғлақ. Name, есім. Әл-исму. Bag, кейс, сумка. Әл-хақиба. Келесі, бір нәрсенің under, beneath, бір нәрсенің астында. Тахта. Сон, ұл. Әл-ибну. Кар, машина. Әс-сайяра. Хия, мұнда. Хуна. Зе, анда. Хунака. Daughter, біреудің қызы. Қызы немесе қыз десек әл-бинту. Доктор әт-тобиб.